Құрметті қонақтар, қайырлы күн көктемнің қызғалдақ гүлдері. Сіздерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздер бірінші кезекте аналарсыздар. Біз сіздерді әрқашанда құрметтейміз. Сіздер көктемнің ең деген әдемі гүлдерісіздер. Сіздерден хош иіс құлпырады, сіздерден хош иіс аңқиды. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Сондықтан да бүгінгі 8 март мейрамымен сіздерді құттықтаймын. 8 март мейрамын құттықтамас бұрын мектеп мүдірі Төлекова Сафура Сейдуайқызына сөз кезегі бермейді. Жалпы наурыз басталғалы өзі бүкіл әлем бір ерекше көңіл күйге түседі. Өйткені бұл айдағы мерекелер ерекше. Жаңағы алғыс айту күнінен бастап, одан кейінгі міне аналар мерекесі келеді, ағалар мерекесі келеді, және одан кейін біздің наурыз мерекесі басталады. Сондықтан наурыз басталса, өз той басталады. Бір жақсы жері, жақсы көңіл күй болады. Сондықтан міне кеше ғана өтіп кеткен мереке баршаңыз үшін құтты болсын. Әрқайсыңыз бақытқа лайықтысыздар, әрқайсыңыздар құрметке, қадірлеуге, құттықтауға лайықтысыздар. Ендеше тек қана наурыз айының бірі немесе жылдың бір күнінде ғана емес, барлық күнде де 365 күннің 365-інде де көңілдеріңізге ешқандай мұң түспесін, жүздеріңізден күлкі кетпесін, көздеріңіздегі жылулық пен мейірім әрқашан жан-жақтарыңызға жылулық сыйлап, жақсылық сыйлап жүре беріңіздер. Енді бұл коллектив үлкен болғандықтан коллективте барлық адамның басын қосып, әлі де осы былтыр соңғы рет 8 наурызда бас қосқанбыз, одан кейін бір мерекелік бас қосулардың барлығы осындай аз топта жұмыс істеп жатырмыз. Өкінішке орай, бірақ 5 күні біз енді Әлихан Бөкейханның туған күніне акцент жасадық та мерекеге емес, және кейбір марапат қағаздары кештеу жетті. Сондықтан бүгін сіздер үшін осы марапаттау рәсімін, құттықтау рәсімін ұйымдастырып отырмыз. Қабыл алыңыздар. Бұл енді мерекедегі бір құттықтау сіздердің барлық уақыттағы сіздердің өмірге деген махаббаттарыңызды, адамға деген махаббаттарыңызды, әлемге шашып жатқан жылулықтарыңызды мүмкін бағасын өтей алмас, бірақ дегенмен әр кезеңдерде, әрбір мерекелерде кезең-кезеңмен мектептің жұмыскерлері де, мұғалімдері де түрлі марапаттарға ие болып жатыр. Бұл сіздердің бір үлкен, зор еңбектеріңіздің сәл ғана бөлшегінің бағасы деп біліңіздер. Тек қана амандық болсын, дендеріңіз сау болсын, құлпырып жүре беріңіздер. Қанатында сыр болатында, нұр болатында әйелдер сағымда болар, бағыңда болар, жарыңда болар әйелдер. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел дастан, әйел жыр, гүл сыйлайық әйелге. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел намыс, әйел ар, гүл сыйлайық әйелге. Арайлы күнде, жайнаған гүлде, өмірде бірге әйелдер. Назданатында, мәз болатында, жас болатында әйелдер. Әйел ару, әйел жар, әйел ана. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Енді Аягөзге бір күнде 2 марапат келді, ол да жай емес шығар. Біреуін білім басқармасы өзі беріп отыр. Себебі әлеуметтік педагогтардың осы соңғы 2 жылдағы атқарған жұмыстары ұшан теңіз.
бір әлеуметтік педагог мектептің 3000 баласы, оның ішінде жаңағы неше семьямен жұмыс істеп отыр, осының бәрін елеген шығар. Сондықтан бүгінгі марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат алмағандар болса, бұдан да жоғары марапаттарға ие бола беріңіздер. Бұл енді жай ғана сіздердің мереке қарсаңында, мереке кезінде сіздерге бір шамалы болса да сіздердің еңбектеріңіздің еленгенін деп білемін. Сондықтан тек амандық болсын, отбасыларыңызда да, жүрген жерлеріңізде де амандық болсын, бақыт береке болсын. Олай болса, ары қарай марапатымды мен өз кезегіме берейін. Мен енді марапатымды осы күндері мектепке бүкіл күшім салып, пандемия кезінде болса да барлығымызға мектептің ең үлкен анасы деп Сафрос Едуаренқызыма сыйлығымды бергім келеді. Енді бұл кісі мектепте шыны керек кәдімгідей директор, қатал, бәрімізге ұрсады, жалғыз маған айқайлап ұрсады, бүйтеді, сөйтеді. Бірақ сыртына келген кезде бәріміз дос болып, түк болмағандай болып шығады мектепте. Маған сол жер ең қатты жер ұнайды. Бұрында Татьяна Андреевна деген бір завучым болған, тура мектепте мұғалімсің, сыртта адамсың деген секілді. Сол секілді мен директордың ең бір жерін қатты құрметтеймін. Сіздер ойламаңыздар, жағымсып жатыр деп директорға ешқандай да жағымсуым жоқ. Қарапайым адам. Сондықтан бүгінгі директорды марапатпен марапат 5 күннен кейін ашу керек. Насылық өте қымбат. Атылып кетпей ме? Атылмайды. Заказбен келген. Қолданысқа алыңыз. Марапаттауымды осы мектептегі микс расписание Ботагөз Болотбековнаға берді. Күшті шоколад, қазір обедтің кезі ғой. Қарындарыңыз ашады, ана құрмағазын не істейсіздер, одан да шоколадты жейді. Мына шоколадтың сыртында Шыңғысханның суреті тұр. Неге Шыңғысханды алдым? Себебі бұл кісілер Шыңғысханда ерлік етті. Мектептің расписаниясы жасады. Сондықтан да сіздерге микс расписание жасаған үшін шоколадты шығады. Осындай шоколадпен Ғалия Қаһарманқызына бергім келеді. Енді бір шоколад өзімізде енді өзіңіз тануға келген жас мамандар ұзақ жаңағы пенсияға дейін жетіңіздер, 65 жасқа дейін еңбек етіңіздер, өзіңіз танып мұғалім болыңыздар деп Гүлмарам Нұрманқызына бергім келеді. Біздің тәлімгер аздай болса көптей көріңіздер, орамал жол болмай тоң болады дейді, өзім жолдан келдім, бәрін жолдан алдым. Осындай марапатпен, шоколадпен жарқынай марапатталады. Енді 2 шоколад алған, ол 2 шоколадты біздегі алдында Фейсбукта оқып қалдым, Сафрос Едуаренқызына мектептегі пол жуушы, еден жуушы апайлардың, теп персоналдардың еңбектері орасан зор. Мен барлығын қарап отырамын, оқып отырамын, өзім завуч болмасам да, директор болмасам да қарапайым мұғаліммін. Бірақ бәрінің жүрегіне кіріп, түгелінің жүрегімен бірдей ойламалатын адаммын өзім негізі. Бойынан өткізіп тұрамын, сондықтан 2 апай, мен 317 жуатын, біреу Орал апай, сосын біреу жаңадан келіп Гүлнұр апай ғой деп қателеспесем, сол кісіге берсеңіздер. Өзіміздің өзін ұстану фонды, өзім басқарамын, өзімнен ешқандай ешкім ақша бермейді, сондықтан ренжімеңіздер.